таймінер ақбозат бұл белгілі қазақ жазушысы сайым мұратбековтің шығармасы. Шығарма қазақ әдебиетіндегі бала психологиясын, ауыл өмірін және арман мен шындықтың арақатынасын терең сипаттайтын туындылардың бірі. Шығармада басты кейіпкер Тортай есімді ауыл баласы. Ол өте талантты, арманы асқақ, бірақ тағдыр тауқыметін көп көрген бала. Тортайдың ең үлкен арманы жазушы болу, алайда оның мүмкіндіктері шектеулі, жағдайы нашар болғандықтан ол арманына жете алмайды. Тортайдың досы қалаға оқуға кетіп, білім алып, арманын орындауға мүмкіндік алады. Бірақ Тортай ауылда қалып, ауыр тұрмыс салдарын өз армандарын жүзеге асыра алмайды. Автор оқырманға балалар арасында шынайы достықты, әділетсіздік пен арманның қиылысуы туралы ой салатын әсерлі оқиғаны баяндайды. Шығармада Тортайдың боз аты оның орындалмаған арманының символы ретінде бейнеленеді. Бұл туынды қазақ әдебиетінде шынайы өмірдің қиындықтарын көрсете отырып, оқырманға терең ой тастайтын шығармалардың бірі болып табылады.